Айта ғой балам. Өмірдің көрген талай зор турабын, әкеден кім аяйды құлда бар. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз, ауттымен адам болып жетелеген. Ыстығау кім-кімге де әке деген, суыққа салындырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам болып жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып зартасына, біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз сауып сайран салқопимыз, біз бүгін әкелердің арқасында. Ой, бәрекелді балам. Бүгін мен саған мына ер-тоқым туралы айтып беремін. Ер-тоқым жалпы қазақ дәстүрінде мінуге жабдықтауға арналған жабдық болып есептелінеді. Ер-тоқымның негізгі бөлігі мынау басы, мынау артқы қасы деп есептелінеді. Түсіндің бе балам? Ол негізгі бөліктері мына ағаштан жасалынады. Атқа ыңғайлы етіліп, мінуге ер адамның мініп түсіп жүруіне арнайы жасалған. Бұның негізгі бөліктері мынау үзеңгі, жаңағы басып мінетін. Осыны балам екеуміз өрнектейміз тоқымды. Кәне оюмен өрнектеп әшекейлейміз. Тоқымы. Одан кейін тоқымның өзі салынады. Көрдің ба балам? Мынау көрпешесі бұл. Мынау артқы белдік. Жаңағы шабайы деп аталады. Мынау қапталы, мынау үзеңгісі. Мынау қанжыға деп айтылады. Қанжыға дегеніміз жаңағы аталарымыз аңға шыққан кезде, қанжығасын байланып келген кезде жаңағы азық түліктерін осы қанжығаға байлаған. Түсіндің бе балам? Және де ол аталарымыз көп сәнділікпен сәндеген атты. Алдыңғы, артында өмірлік деген болады. Және бұны басқару үшін тізгін деген болады. Тізгін деген жаңағы аты басқару үшін, оңға солға бұру үшін жүген деп айтылады. Аттың ауыздығы болады. Артқа ауыздық етіп тағылып, ыңғайлы етіп, жаңа отырған кезде атты бұрып отырады. Ер-тоқымның түрлері көп. Ер-тоқым, әйел ер-тоқым деп айтылады. Және бала ер-тоқым деген болады. Түсіндің бе балам?